Әлеуметтік желіде танысқан адамның ақылға сыймайтын біртүрлі өтініштері. Тиндердегі парақшасында ол 45 жастамын деп көрсеткен еді. Бірақ сырттан қарағанда ол ары кетсе 30 жаста сияқты көрінетін. Өзіме қыз іздеймін, аптасына $700. Жақын қарым-қатынассыз. Тиндерде осылай жазып қойғаны тым жақсы естілді. Бірақ қалтасында бір тиыны жоқ университет студенті болғандықтан мен тәуекел етуге дайын болдым. Онға сырғыттым. Тиндер бізге матч екенін көрсетті. Бірнеше секундтан соң оның хабары келді. Сәлем, қымбаттым. Бұл сөзіне қатты ашуым келді, бірақ $700. $700 деп шыдап жауап жаздым. Сәлем. Оның аты Джек екен. Ол өз бизнесі бар екенін айтты. Бірақ нақты қандай бизнес екенін ашып айтпады. Біраз сөйлескен соң, ол алғашқы төлемді жіберу үшін картамды сұрады. Бірнеше минуттан кейін хабарлама келді. Мен $700 қарап, кем дегенде 20 минут отырып қалдым. Таңертең оянып кететін шығармын деп күттім. Бірақ бұл түс емес екені анық болды. Әлі барсың ба? Мен хабарламаны аштым. Я, кешіріңіз. Егер рұқсат етсеңіз, сізден не күтемін деп жаздым. Мен әңгімеге қарап отырып, оның жауап беруін күттім. Маған тек бірнеше қызмет істесең болды. Маған бұл бір түрлі мағыналы сияқты көрінді. Мысалы қандай? Мысалы, ең бірінші нәрсе, маған бір затты алып келуіңіз керек. Оның сұрауы күнәсіз көрінді. Бірақ мен әлі де бір қулық бар деп ойладым. $700 бір пакетті жеткізуге? Қалай ол? Мен ондай аңқау емеспін. Поштадан ба? Жоқ, мекен-жай жіберемін, бірақ Тиндер арқылы жасағым келмейді. Немесе номеріңді берсең. Ақырында номерімді бердім. Ол бірден мекен-жайды жіберді, сосын өз үйінің мекен-жайын жіберді. Пакетті сол жерге апаруым керек екенін жазды. Мен қазір үйде емеспін, бірақ есіктің жанындағы көк гүл ғымырасының астында кілт бар. Үйге кіріп, пакетті қонақ бөлмесіндегі журнал үстелге қой. Үйге кіргенде есікті құлыптауды және шыққанда тағы құлыптауды ұмытпа. Мен көлікке отырып мекен-жайды Google картасына тердім. Түсіндім, келемін деп жазып жібердім. Мен шын айтамын, есікті 2 рет құлыпта. Өтінемін деген хабарлама келіп түсті. Сәлкесі артық сияқты көрінді, бірақ мен уәде бердім. Мекен-жайға жете салып, үйінде тірі жан тұрмайтындай екенін байқадым. Қоршауы сынған, тор жақпа, кішкентай қақпасы жартылай ілініп тұр. Қасындағы үйлерге қарағанда, бұл үй көзге түрпідей тиді. Сен Джектің нәрселері үшін келдің бе? Деп үй жақтан дауыс естілді. Жоғары қарасам, шымыр ер адам тұр. Ол жап жинақты, биік, бұлшық еттермен денесі татумен жабылған. Я, дедім тротуарда тұрып. Сол жерде тұр, деді де ол кіріп кетті. Мен солай жасадым. Айналаға қарап, көшеден басқа ешкімнің жоқтығын көрдім. Мен 21-де едім. Қорыққаннан көлік кілттерін қатты ұстап алдым. Бірнеше минуттан кейін жаңағы адам қолына картон қорап ұстап келді. Ол аяқ киім қорабына ұқсас, бірақ бұрыштары кір және дымқыл болды. Машинаңды аша аласың ба? Деді ол. Мен багажды аштым, оны көліктің ішіне салғым келмеді. Ол қорапты багажға салды. Жарайды, болды, деді. Рахмет, дедім. Мен жүргізу жағына өтіп есікті аштым. Абай бол, деді ол. Мен жауап бермедім. Джектің үйіне бара жатқанда үрейімді басушы музыканы қатты қосып қойдым, бірақ ол үрейді жоя алмады. Жеткен соң көлікті үйге қарай тіке қаратып, өзім үйді зерттеуге көштім. Үйі үлкен екен. Кіреберістегі тасбағандар, шөптері жап-жасыл. Машинаны сөндіріп, қорапты алдым. Кілтті гүл құмырасының астынан таптым. Есікті ақырын ашып, ішке қарай кіріп, есікті артынан жауып қойдым. Ол маған үйге кіргенде есікті құлыптау дегенін еске алдым. Бірақ бұнысы тым бір түрлі сияқты көрінді. Бірақ оған қарамастан есікті құлыптап қойдым. Ішке кіргенде менің аяғым қалың марун кілемге батты. Үй үшін тамашаладым. Барлық жиһаз ағаштан, өте қымбат екені көрініп тұр. Осы үйге кеткен ақшаға 10 мектеп салуға болар еді деп ойлап қойдым. Қорапты журнал үстелге қойып, есікке қарай қайта келе жатқанда, үйде телефонның қоңқиған дауысы естілді. Мен шошып кеттім. Телефоным қалтада діріл берді. Мен оны шығарып қарасам, Марвиннан басқа қоңырауға жауап бермеңдер деген SMS келіпті. Мен өз телефонымда қайта қалдама салып, үйден қоңырау шалып жатқан жерге қарай жүрдім. Бірнеше бөлмені қарап шыққан соң, оны кеңседен тауып алдым. Мен үстелге барып, қоңырау идентификаторын қарасам, келіп жатқан қоңырау Джектен. Бұл өте оғаш көрінді. Денемді одан қатты үрей алай түсті. Мен қайтадан хабарламаны оқып шығу үшін телефонымды шығардым. Біраз қорқып, қауіпсіз болу үшін жауап бермеуді шешіп, үйден тезірек шығып, есікті құлыптап кеттім. Бұл Джектің бірінші тапсырмасы болатын. Оны сәтті орындағаннан бері мен Джек үшін тағы бірнеше өтініш орындадым. Бір ретте
BMW жүргізіп басқа қалаға бардым да, сонда BMW-ны қалдырып, басқа көлікпен Джектің үйіне қайтып келдім. Ол мені түскі аста өзінің бір қызметкерімен таныстырды. Ол маған бір портфель беріп, оны бірінші барған үйге жеткізуімді сұрады. Бір қызығы, оның ішінде не барын қарауға тыйым салды. Бірнеше рет ол маған бірінші үйдегі Хулио деп аталатын адаммен уақыт өткізгенімді сұраған. Барлығын қосқанда шамамен $3,500 таптым. Соңғы рет Джек мені өз үйінде түнделетуді ұсынған болатын. Келесі күні Джектен келген SMS-тен ояндым. SMS-те: маған сен менің үйімде қонғаның керек. Мен оны бұрын ешқашан бетпе-бет көрмегенмін, бірақ телефонмен бірнеше рет сөйлескенбіз. Ол маған бір түнге $1000 төлейтінін айтты. Тек бірнеше ережені сақтасам ғана. Сол кеште мен оның үйіне бардым. Жол әдеттегідей бос еді, бірақ террасаның шамы жанып тұр екен. Мен есікке келіп, кілтпен ашып ішке кіріп, қайтадан құлыптадым. Үйде соңғы рет барғаннан бері еш нәрсе өзгермеген. Джек дастархан үстіне ережелер тізімін қалдырамын деп телефонмен айтқан болатын. Мен қонуға арналған заттарымды қонақ бөлмеге қойдым. Менің сөмкелерім осындағы қымбат жиһаздардың жанында қоқыс сияқты көрінді. Мен асханаға барсам, үстелде ережелер жазылған қағазды көрдім. Бос стақанмен басып қойған екен. Қағазды қарасам, ережелер тізімі тұр екен. Кіргенде есікті құлыпта. Тек Марвиннан келетін қоңырауларға жауап бер. 9 бен 11 аралығында кранды ашпа. Онан кейін келген ешкімге есік ашпа. Дәліздің соңындағы шкафтың есігі ашық болса, кітапханада ұйықта. Жабық болса, кез келген бөлмеде. Бағбан түн ортасында келеді. Егер ол терезелерді қаға бастаса, тығыл. Түнде теледидарды қосып, статикалық шуды қойып қой. Ұмытпа, тоңазғыштан қалағаныңды ала аласың. Таңертең төлем жіберемін, қош ұйқы. Мен осы ережелердің барлығын орындауға тырыстым. Шынымды айтсам, келгеніме сәл өкіндім, бірақ ақша алып жатқандықтан қалуды шештім. Барлық талаптарды орындасам, бәрі жақсы боларына сендім. Бірақ бәрі өте бір түрлі көрінді. Әлде бұл үйде тылсым күштер бар ма екен деген ойдан арыла алмадым. Солай отырып, бірнеше сағат бойы үйді аралап, сағат 9-да ұйықтауға дайын болдым. Сол кезден бастап, осы жын перілер басталады деп ойладым. Сағат 8:50-де соңғы рет тіс тазалап, краннан суды соңғы рет қолдандым. Дәліздегі шкафты тексердім. Есігі ашық тұрғанын көріп, заттарымды кітапханаға көшіріп, диванда ұйықтауға дайындалдым. Қауіпке қарсы барлық есіктерді құлыптап, диванға жатып, телефон шұқылап отырмын. Джектен хабарлама келмеді. Мен оның ережелері неге осынша қатал екенін ойлауға кірістім. Бір қарасам көзім ілініп ұйқыға кете бастаппын. Мені дәл 10:16-да есік қоңырауы соғылып, оятып жіберді. Мен тұрып тексерейін деп шештім, бірақ ереже есіме түсіп кетті. Онан кейін келген ешкімге есік ашпа. Мен диванда қалып, ең болмағанда бір дыбыстың естілмейтінін қадағалаумен отырмын. Бұл полиция, есікті ашыңыз, деді біреу. Мен қозғалмадым. Алло, бұл полиция. Ашпасаңыз есікті бұзып кіруге мәжбүрміз, деді олар. Менің құлағыма өз жүрек соғыстарым өте қатты естіле бастады. Денемді үрей баурап алды. Бір сәт тыныштық орнады. Содан кейін дабыл тағы соғылды. Ей, бұл Джек, кіргіз, деді дауыс. Бұл Джектің дауысы сияқты естілді. Бірақ мен тұрмадым. Джек болса өзінің кілті арқылы кіруші еді деген ой келді. Бұл бір сағаттай жалғасты. Әртүрлі адамдар келіп, есікті тарсылдатып, өздерін таныстырып жатты. Бірақ мен жауап бермегенде кетіп қалып отырды. Әрең дегенде ұйқыға кетіп қалдым. Бағбан келмеді. Таңертең оянсам, ас үйде біреудің жүргенін естідім. Аздап тұрып, мүмкіндігінше үнсіз есікті ашып, телефонымды ала отыра қонақ бөлмеден ас үйге жүріп бардым. Мен ас үйге кіріп, басымды кіреберістен шығарып қарадым. Сөйтсем, Джек екен. Ол плита алдында тұрып, бір нәрсе араластырып тұр. Артқы жағында кофе машина кофе қайнатып жатыр. Сәлем, қайырлы таң, деді ол мені көріп. Сәлем, дедім қобалжи. Мен оны бұрын көзбе-көз көрмегенмін, бірақ ол тура суреттегідей болып шықты. Қайнатылған жұмыртқа жейсің бе? Деп ағаш қасықпен табақты көрсетті. Я, рахмет, дедім, тарелканы алу үшін барып. Мен үнсіз таңғы ас іштім, кофе ішіп отырмын. Түн қалай өтті? Деді ол. Жақсы, ерекше ештеңе болмады, дедім. Тамаша, деп жауап берді ол. Бөлмеде бір шама ыңғайсыздық орнады. Мен қазір кете берейін, сабақтарым бар еді, деп мен тоқталдым. Шындығында мен ешқайда кеткім келмеді, бірақ бұл қарғыс атқыр үйден шығуды қатты қаладым. О, жоқ, жарайды, кешір.
кейін сөйлесеміз, деді ол. Мен өз заттарымды алып, мені көлікке дейін шығарып салды. Ол подъезд жолында тұрып, мені аңдып тұрғанын байқап қалдым. Үйге келгенде сөмкемді босатып отырсам, ережелер тізімі менде қалып кеткенін байқадым. Кереуетке отырып, бәрін қайта оқыдым. Бір нәрсенің ұмытылғанын түсінгенде, денем қатты түршігіп кетті. Түнде теледидарды қоста, статикалық шоуды қойып қой. Ұмытпа, түнде теледидарды қосып қой. Ұмытпа. Мен сөздерді парақтан көз алмай қайта-қайта қарадым. Сол сәтте телефоным дірілетті. Қарасам, $1000 төлем екен. Мен телефонына бір қарап, сосын параққа қайта қарадым. Мүмкін бұл өте маңызды ереже болмаған шығар, деп ойладым. Осы ойлармен әлек болып жатқанда, Джектен тағы хабарлама келді. Мен қазір қалада емеспін. Келесі аптада ғана ораламын. Сондықтан әзірге маған тапсырма орындаудың қажеті жоқ. Төлем жіберілді. Көңілді нәрсеңмен айналыс. Мен хабарламаны қайта оқып шықтым. Тағы бір рет. Және тағы бір рет тексеру үшін. Мен қазір қалада емеспін. Сонда Джек менімен қалай таңғы ас ішкенін ойладым, егер ол қалада болмаған болса. Мен қазір қалада емеспін. Бірнеше минуттан кейін бейтаныс нөмірден тағы бір хабарлама келді. Сен бір нәрсені ұмытқан жоқсың ба? Соңғы хабарламадан кейін Джектің теледидардың қасында тұрған суреті келді. Мен жауап жазбадым. Кейін тағы бір фотосурет келді. Бұл жолы менің үйімнің сырттан түсірілген суреті. Соңғы хабарлама: абай бол. Шынында сен екі ережені ұмыттың. Теледидарды қосу мен үйден шыққанда есікті құлыптауды. Сондықтан жалған Джек сенің артыңнан келді. Қазір бойымда бүртіктер тұр. Сәл үрейленіп қалдым. Дұрыс айтасыз, мен мұны мүлде байқамадым. Бірақ егер Джек машинаға дейін шығарып салып, қоштасса, есікті құлыптау біртүрлі болмас па еді? Дәл сол себептен ол, бәлкім, оны машинаға дейін шығарып салды. Үйді құлыптап кетуді ұмытсын деп. Менің ойымша, жалған Джек үлкен ықтималдықпен бағбан болған.